Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 10 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Осы сабақтан сендер тригонометриялық теңсіздіктерді шешуді үйренетін боласыңдар. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Біз осыдан алдыңғы сабағымызда тригонометриялық теңдеулерді шешуді қарастырдық. Барлық тригонометриялық, яғни кез келген тригонометриялық теңдеулер бізде тепе-тең түрлендірулер арқылы қарапайым тригонометриялық теңдеулерге келтіріп, содан ары қарай шығарылады. Ал енді біз жаңа тақырып, яғни тригонометриялық теңсіздіктерді шешуді үйренеміз. Сол тригонометриялық теңдеулер сияқты тригонометриялық теңсіздіктерде қарапайым түрлендірулер арқылы мына түрдегі теңсіздіктерге келтіріліп, осыдан ары қарай шығарылады. Яғни бізде осы түрдегі теңсіздіктер бізде қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер деп аталады. Синус х кіші немесе тең адан, үлкен немесе тең адан, кіші а, үлкен а деген сияқты. Косинуста да сондай, тангенс, котангенс барлығы осындай. Осы түрдегі теңсіздіктер бізде қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер болады. Барлық теңсіздіктер, яғни түрлендірулер арқылы осы түрге келеді, осыдан ары қарай шығарылады. Яғни біз бұны бірінші формула деп алатын болсақ, осы бірінші формуладағы берілген теңсіздіктер бізде қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер деп аталады. Бізде яғни тригонометриялық теңсіздіктерді екі әдіспен шығарады. Бірінші әдісі тригонометриялық теңсіздіктерді функцияның графигі арқылы шешу. Екінші қарапайым тригонометриялық теңсіздікті бірлік шеңбер арқылы шығару деген екі әдіс бар. Яғни қараңдар, бізде бірлік шеңбер арқылы шығару әдісімен, яғни тригонометриялық теңсіздіктерді бірлік шеңбер арқылы, яғни тригонометриялық шеңбер арқылы шығаруды үйрететін боламын. Ал енді мен қарапайым тригонометриялық теңсіздікті бірлік шеңбер арқылы шығару алгоритмімен таныстырып өтейін. Бірінші, бірлік шеңбер салу, оң жақты аргументтің арк функциясының мәнін шеңбер доғасына белгілеу, арк функцияның мәні арқылы ОХ, OY осіне параллель түзу жүргізу, тригонометриялық теңсіздіктің шешімдер жиыны болатын шеңбер доғасының бөлігін көрсету, жауабын жазу. Ал енді біз осыған мысалдар қарастырайық. Қараңдар, бірінші мысалда синус х үлкен немесе тең 2/1 теңсіздігін шешейік дейді. Ол үшін біз жаңа айтқанымыздай алгоритм бойынша бірінші бірлік шеңбер салу керек. Бірлік шеңбер дегеніміз центрі координаталар бас нүктесінде орналасқан, радиусы 1-ге тең шеңбер. Центр осы жерде О нүктесінде орналасқан, радиусы 1-ге тең шеңбер. 1, 1, минус 1 нүктесінен өтеді. Осы нүктелерден не істейді? Өтеді, яғни. Міне біз бірлік шеңбер салып алдық. Осыдан бізде қараңдар, яғни бізде мына OY өсі бізде синусоида өсі болады, ал мына OX өсі бізде косинусоида өсі болады. Бізде синуспен берілген ба теңсіздігіміз, біз мына синусоидадан барамыз. Мынау 1, синуста 1, синусоида өсінде бізде не беріп тұр? 2/1. 2/1 деген 1 мен 0-дің ортасында орналасады. Мына жер 2/1 міне. Осы нүктеден біз мына OY өсіне енді перпендикуляр түсіреміз. Қараңдар, перпендикуляр түсіріп болдық. Бізде 2/1-ден синусымыз қандай болып тұр? Үлкен немесе тең болып тұр, яғни үлкен болса біз жоғарғы жағын бояймыз осы түзудің. Кіші болса төменгі жағындағы шеңбердің бөлігін бояймыз. Сонда бізде үлкен болып тұр ма, біз онда жоғарғы жақтағы шеңбердің бөлігін бояп шығамыз. Енді қараңдар, бізде 2/1, яғни бізде синус қанша градуста 2/1? 30 градуста, ол пи бөлінген 6. Сонда мына жерге дейін бізде пи бөлінген 6, яғни 30 градус болып тұр. 30 градуста басталып жатыр бұл шешім. Бізде мына жерге келеді, мына жерге 90, 90-ға мына жақ 60 градус, 60 градус мына жақ 30 болады. 90-ға 60 қосылады, яғни 150 градуста аяқталып жатыр. 150 градус дегеніміз 150 пи бөлінген 180 деп алатын болсақ, екеуі 30-ға қысқарады, 5 пи бөлінген не болады екен? 6 болады екен. Сонда 150 градустан 30 градустан басталып жатыр, 150 градустан аяқталып жатыр. Енді қараңдар, бізде синус пен косинустың ең кіші оң периоды 2 пиға тең еді. Ал тангенс пен котангенсті кесе
пиға тең еді. Бізде 2 пи ма? Мынаған 2 пи n қосамыз. Мынаған да 2 пи n қосамыз. Сонда бізде қараңдар, x-ымыз бірінші қай жерден басталып жатыр? Енді біз осыны теңсіздікпен жазамыз. Бірінші пи бөлінген 6 қосылған 2 пи n-нен басталып жатыр. Бұдан үлкен x-ымыз ол кіші 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n-де аяқталып жатыр. n тиісті z деп жазып қоямыз. Яғни біз қос теңсіздік түрінде жазамыз. Қараңдар, мен теңсіздік бізде мына теңі бар ма? Теңі бар. Қатаң емес теңсіздік, я, қатаң емес теңсіздік қоямыз. Егер қатаң теңсіздік болғанда, мына жерге де қатаң теңсіздік қояды. Ал енді біз осыны жақшамен жазамыз. Жақшамен жазған кезде біз теңі бар ма? Тік жақша қоямыз. Міне. А пи бөлінген 6 плюс 2 пи n-де басталып жатыр. 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n-де аяқталып жатыр. Тік жақша. Теңі бар, бұған да тік жақша. n тиісті z. Яғни бұл бізде мына берілген теңсіздігіміздің шешімі болып тұр. Ал енді қараңдар, тригонометриялық теңсіздікті функцияның графигі арқылы шешу алгоритмі бізде мынандай. Мен оны оқымай-ақ қояйын, ол біраз уақыт алады. Енді осыған мысал қарастырамыз. Ал енді қараңдар, осыған мысал, яғни бізде екінші мысалда тангенс x кіші 1 теңсіздігін шешейік дейді. Ол үшін біз тангенс y тең тангенс x функциясының біз не істейміз? Графигін салып аламыз. Тангенс x функциясының графигі, яғни бізде тангенс x бізде тангенс x-тің 90 градуста мәні жоқ, я? Сол үшін біз 90 градуста, яғни бізде 270 градуста, сосын жақта бар, тағы одан кейін градусына жерде минус пи бөлінген 2-де, минус 3 пи бөлінген 2-де, яғни минус 270 градуста мәні жоқ. Тангенс бізде мына қараймыз. 30 градус, я? Пи бөлінген 6-да ол түбірасты 3 бөлінген 3-ті береді. Ол 0 градуста 0 болады. Тангенс мәндер кестесін қарайтын болсақ, міне, бізде x-ға мән береміз та, соған сәйкес y тауымыз. X 0 градуста 0 оралады. Ал пи бөлінген 6-да түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Ал пи бөлінген 4-те 1 болады. Пи бөлінген 3-те түбірасты 3 болады. Сосын бізде 90 градустар қарай мәні жоқ, сол сияқты кете береді. 0 градуста 0. Пи бөлінген 6-та түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Түбірасты 3-тен бізде 1,7 шығады жобалап, оны 3-ке бөліп жіберсек, бізде 0,6 жобалағанда 0,6-дан сәл кішілеу сан шығады. 0,6 мына жерді 1 деп алатын болсақ, мына жерде, мына жерлер болсын. Мына жерлер 0,5-тен сәл үлкен. Пи бөлінген 6-та 1-ге тең. Мынадай есе түбірасты 3-ке тең, ол 1-ден көп. Сонда график бізде не керек? Міне былай келеді да, міне былай кете береді. Барлық жерде сондай. Мына пи-ден 0-ге тең да, міне график не істейді? Былай кеп, былай кете береді. Оны біз өткенде айтылған, бұның бәрі өткен сабақтарда тригонометриялық функцияларында. Функцияның графигі. Енді қараңдар, осы жерден, я, міне біз мына графигін сызып болдық. Енді бізде тангенс x кіші 1 дейді, 1. Тангенс қанша градуста 1-ге тең? Жаңа айтқан пи бөлінген 4-те, я, міне. Біз осы жерде мына пи бөлінген 4-ге барамыз. Осы пи бөлінген 4-тен қандай болып тұр ол? Кіші болып тұрма, ол осы сол жаққа қарай бояймыз. Үлкен болса оң жақ қарай бояймыз. Кіші біз сол жақ қарай бояймыз, міне. Мына жерлерде де дәл осы мән бар, содан былай қарап кете береді график. Сонда мына жерде де дәл сол сияқты мән бар, міне. Содан былай қарап кетеді. Сонда мына жерде бар емес па? Мынау пи бөлінген 2, я, пи бөлінген 2-ге 45 градусты қосамыз. Не керек? 90-ға 135 градус. 135 градустан минус 135 градустан былай. Мына жерден былай. Сонда осы аралықта функцияны не істеп тұр? Мәндері осы аралықтарда жатады. Енді қараңдар, біз мына ең кіші аралығын аламыз. Ең кіші дегенде 0-ге жақын аралығын аламыз. Бұл жерде бізде не болып тұр? Минус пи бөлінген. Бізде ешқашан мына тангенс x-ымыз мына пи бөлінген 2, мына түзуге тиіп қалмайды. Мына жақындай береді, бірақ мына тимейді. Осы жерде басталып жатыр, міне минус пи бөлінген 2-де басталып жатыр. Плюс тангенс пен котангенске жаңа айтымен пи-ін қосамыз дедім. Үлкен x-ымыз ол кіші қай жерде аяқталып жатыр? Пи бөлінген 4 плюс пи-інде аяқталып жатыр. n тиісті z жазып қоямыз. Енді қараңдар, бізде қатаң теңсіздік, сол үшін теңсіздік қатаң теңсіздік қойдым, теңі жоқ. Енді осыны жақшамен жазған кезде бізде қатаң теңсіздік па, яғни теңі жоқ па, біз жай жақша қоямыз. Пи бөлінген 2 пи-інде басталып тұр, пи бөлінген минус пи бөлінген 2 деген.
плюс пи бөлінген 4 плюс пи де аяқталып тұр. Жай жақша n тиісті z деп жазып қоямыз, болды. Яғни бізде осы берілген аралық мына берілген теңсіздіктің шешімі болып тұр. Ал енді үшінші мысалға тоқталайық. Үшінші мысалда котангенс x үлкен түбір асты 3 деген теңсіздік берілген, осы теңсіздікті шешу керек. Ол үшін біз котангенс x функциясының алдымен графигін салып аламыз. Котангенс x функциямыз бізде пиде мәні жоқ. Сол үшін ол пиге, минус пиге, 2 пиге, минус 2 пиде олар мағынасы болмайды. Осы нүктелерден біз осы ой сөзіне түзу жүргізіп қоямыз. Осы жерден қарандар, енді бізде котангенс x функциямыз 0 градуста мәні жоқ, пиде мәні жоқ, 2 пиде мәні жоқ, минус пиде мәні жоқ, минус 2 пиде мәні жоқ, я? Ол 90 градуста 0-ді береді. Косинус 90 градуста 0. Яғни біз не істейміз? Графигін салып алсайын. X-қа мән беріп, соған сәйкес y тауып аламын. Алдымен біз, яғни мына теңсіздікті шешу үшін жаңа айттым ғой, мен y-тен котангенс x функциясының графигін салып алуымыз керек, соны айтып жатқаным. Ол үшін біз x-қа мән береміз, соған сәйкес y тауымыз. X-қа қарандар 30 градус, я, пи бөлінген 6-да, сосын пи бөлінген 4-де, сосын пи бөлінген 3-де, яғни 60 градуста, сосын пи бөлінген 2-де, сол сияқты кете береді мәндері бар. Сосын одан кейін 90 градусқа 30-ды қоссақ, 2 пи бөлінген 3-де, сосын 135 градуста, сол сияқты кете береді, мәндерін қоямыз. Енді қарандар, пи бөлінген 6-да бізде котангенс бізде түбір асты 3-ке тең. Ал пи бөлінген 4-те 1-ге тең. Пи бөлінген 3-те есе түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең. Пи бөлінген 2-де 0-ге тең. Мынада 2 пи бөлінген 3-те минус түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең. Ал одан кейін 135 градуста не керек, бұл минус 1-ге тең. Одан кейінгі градусымызда сөйтіп кете береді. Енді қарандар, біз осының графигін саламыз. Пи бөлінген 6, мына жер, енді 90 градус болса, 30 градус. 30 градуста ол түбір асты 3 жоғарыда болады. Бірден үлкен мән. 1,7 шығады болады. Ал енді пиде 1-ге тең. Пи бөлінген 4-те 1-ге тең. 1. Пи бөлінген 4 орта. Мына жерде пи бөлінген 6, ол түбір асты 3 бөлінген 0,6 жоғалағанда 0,5-тен сәл көп. Мына жерлерде. Пи 0-ге тең. Мына нүктеде есе жаңағы 120 градуста ол минустығына тең дәл осының. Одан кейінгісінде есе минус 1-ге тең, арғарай не істейді, кете береді. Сонда функцияның графигі не істейді? Бұлай келеді да, бұлай орналасады. Ол барлық жерде осы не істейміз? Осыны біз параллель көшіреміз. Барлық аралықта. Бұлай, мына жақта да дәл солай орналасады. Мына аралықта да дәл осылай орналасады. Яғни бұл бізде не істеп тұр? Жаңағы y-тен котангенс x функциясының графигі. Біз графигін салып алдық. Енді бізде котангенс түбір асты 3-те үлкен. Қанша градуста түбір асты 3 еді? Пи бөлінген 6, я, пи бөлінген 6 міне осы мына жерде. Пи бөлінген 6. Осыдан бізде қарандар, жаңа бізде тангенсте үлкен болса біз жаңа айттым, кіші болса солға қарай, сол нүктеден, үлкен болса оңға қарай бояймыз дедік, я. Ал бұда котангенсте керісінше, үлкен болса біз солға қарай бояймыз, кіші болса оңға қарай бояймыз. Бізде осыдан үлкен ба, біз міне солға қарай бояймыз. Мына жерде дәл осы нүктеден міне былай қарап, барлық аралықта сол жерде шешім болады. Мына жерден міне мына жерлерде. Мынада мына жер, былай жерде. Сонда қарандар, бұл аралық қай жерде басталып жатыр? 0 градуста басталып жатыр, пи бөлінген 6-та аяқталып жатыр. 0 градусты біз жазбасақ та болады. Бізде тангенс пен котангенсте теңсіздік шешкенде пиін қосылады. Үлкен x, үлкен немесе тең, себебі қатаң теңсіздік, я? Бірақшы қарандар, 0 градусқа ешқашан ол тең болмайды ғой. Бұл жерге біз жай жақша қатаң теңсіздік қоямыз. Теңі болса да. Ал бұдан үлкен, ол кіші пи бөлінген 6 плюс пиінге. Кіші немесе тең. Бұл жағына кіші немесе тең қойылады. Бізде егер теңсіздігіміз қатаң емес, яғни теңі болатын болса, мына жақтамда түзудің бойындағы жағына, яғни нүктесіне біз қатаң теңсіздік қоямыз да, ал екінші бетіне қатаң емес теңсіздік қоямыз. Үлкен қатаң түрде, себебі бұған ешқашан тең болмайды. Сол үшін теңін алып тастаймыз. n тиісті z. Яғни біз 0 градусты жазбаймыз, пи n болады. 0-ді пи n-ге қоссақ үлкен x, кіші немесе тең
пи бөлінген 6 плюс pn'ден болады. n тиісті z болады. Енді біз бұны жақшамен жазғанда мына жерде теңі жоқ, сол үшін жай жақша қояды. pn'де басталып жатыр, пи бөлінген 6 плюс pn'де аяқталып жатыр. Ал бұда теңі бар, тік жақша қойылады, n тиісті z болады. Сонда осы аралық бізде берілген теңсіздігіміздің шешімі болып тұр. Ал енді қарандар, төртінші мысалға қарастырайық. Төртінші мысалда бізде косинус x плюс пи бөлінген 6 үлкен немесе тең түбірасты 2 бөлінген 2 деген теңсіздік берілген. Осы теңсіздікті шешу керек. Ол үшін бізде косинус пен синусқа байланысты берілсе тригонометриялық теңсіздік бірлік шеңбермен шешкен оңайда. Ал тангенс пен котангенсте графиктік тәсілмен шешкен оңай. Ол үшін біз не істейміз? Бірлік шеңбер сызып аламыз. Бірлік шеңбер дегеніміз, яғни тригонометриялық шеңбер дегеніміз, центрі координаталар бас нүктесінде орналасқан, радиусы бірге тең шеңбер. Енді қараңдар, мен жаңа айттым, мына ой көсі синусоида өсі, ал ой өсі косинусоида өсі болады. Бізде косинус беріліп тұрма, біз косинусоида өсіне барамыз. Бізде түбірасты 2 бөлінген 2, түбірасты 2-ден жобалап 1,4 шығады. Оны біз 2-ге бөліп жіберетін болсақ 0,7 дей мән шығады. 0,7 дегеніміз бізде 1 мен 0-дің арасында мына жерлерде орналасады. Яғни осы нүктені біз мына косинусоида өсінен белгілеп аламыз да, осы нүктеден осы ой өсіне біз перпендикуляр түсіреміз. Енді қараңдар, бізде бұлымыз косинус x-ымыз осы нүктеден қандай болып тұр? Үлкен болып тұр, я? Үлкен немесе тең. Үлкен болса біз оң жағын бояймыз, шеңбердің оң жақ бөлігін. Кіші болса сол жақ бөлігін бояймыз. Үлкен болғаннан кейін біз мына оң жақ бөлігін бояп жатырмыз. Енді қараңдар, бұл бізде қай жерден басталып тұр? Бізде яғни косинус бізде қанша градуста? Түбірасты 2 бөлінген 45 градус. Сонда міне минус 45-тен, яғни минус пи бөлінген 4-те басталып жатыр. Ол плюс пи бөлінген 4-те істеп жатыр, аяқталып жатыр. Бізде косинус пен синусқа ең кіші периоды 2 пи болғаннан кейін 2 пи n-ді қосып жібереміз міне. Енді қараңдар, бұл аралық бізде минус пи бөлінген 4 плюс 2 пи n-де басталып жатыр. X емес, бірақ аргумент бізде не болып тұр? X қосылған пи бөлінген 6 болып тұр. Ол теңін қоямыз, себебі қатаң емес теңсіздік. Ол қай жерде аяқталып жатыр? Пи бөлінген 4 плюс 2 пи n-де аяқталып жатыр. N тиісті z. Ал енді қараңдар, әлі біз x-ті таппадық. Бұл аралықта бізде мынау x плюс пи бөлінген 6-мыз жатады. Енді біз мына плюс пи бөлінген 6-дан құтылуымыз керек қой, x-ті табу үшін. Сол үшін осы минус пи бөлінген 6-ны бәріне қосып жіберемін. Яғни пи бөлінген 6-ны азайтып тастаймын деген сөз. Сонда біз минус пи бөлінген 4-тен де азайтамыз пи бөлінген 6-ны, плюс 2 пи n өз тұра береді. Кіші неместен x қосылған пи бөлінген 6-дан да азайтамыз пи бөлінген 6-ны. Кіші неместен пи бөлінген 4-тен де азайтамыз пи бөлінген 6-ны, плюс 2 пи n өзі тұра береді. N тиісті z. Сонда бізде мына екеуі қысқарып кетеді. Мына екеуіне ортақ бөлім бізде 12 болады. Мынаған 3-тен тиеді, мынаған есе 2-ден тиеді. Көбейтеміз, мынау не болады? Минус 3π. 3π болады, бөлшектің алды минус болған кейін минус 3π де болады. Мына 2π бөлшектің алды минус ба, 2π, минус 2π болады. Плюс 2 n өз тұра береді, кіші неместен x қалады ортада. Кіші неместен мынағанда ортақ бөлім 12 болады. Мынаған 3-те, мынаған есе 2-ден тиеді. 3π болады, бөлшектің алды плюс 3π өз тұра береді. 2π бөлшектің алды минус болғаннан кейін минус 2π деп жазылады. Плюс 2 n-ді жазып қоямыз, n тиісті z. Енді қарандар, минус 3π, минус 2π, бізде екеуде минус қосылады, минус 5π болады. 5 минусты бөлшектің алдына шығарып жазып қоямын. 5π бөлінген 12 плюс 2π өз тұра береді. Кіші неместен x, кіші неместен мынау 3πден 2π алынады, π бөлінген 12 қалады, плюс 2 n болады. N тиісті z. Ал енді біз бұны жақшамен жазғанда, яғни интервал жақшамен жазған кезде жауабын бізде мына теңі бар ма, тік жақша қойылады. Тік жақша минус 5π бөлінген 12-де плюс 2 n-де басталып жатыр. Пи бөлінген 12 плюс 2 n-де аяқталып жатыр. Бұғанда тік жақша, себебі бұда да теңі бар. N тиісті z деп жазып қоямыз. Сонда мына аралық, мына берілген теңсіздігіміздің, яғни шешімі болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар.